Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Лайлакөл. Бүгін біз сіздермен пиццаның оригинал соусын дайындап үйренетін боламыз. Өте қарапайым және жеңіл әдіспен дайындалады. Ол үшін бізге осындай томат в своему соку деген қажет болады. Егерде үй жағдайында томат өз согында жабылған қызанақтарыңыз болса, дәл сол қызанақтарыңызды қолданасыздар. Енді біз қызанақтарымызды осылай салып алғаннан кейін сыртқы қабықтары болса алып тастаймыз. Менде қабықтар жоқ екен, сондықтан келесі тұзымызды қосып, қантымызды қосып, қара бұрышымызды қосамыз және де зәйтүн майын өлшеп қосатын боламыз. Бұл бізде пиццаның оригинал соусының рецептісі. Егерде сіздерде песто соусы болса, песто соусын қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Мен секілді қоспай жасасаңыздар да болады. Блендермен еземіз. Блендермен езіп алғаннан кейін ары қарай, егерде осы соусты сақтайтын болсаңыздар, онда газға қойып қайнатып аласыздар. Егерде сақтамайтын болсаңыздар, дәл осы қалпында қамырыңыздың үстіне жағып дайындай берсеңіздер болады. Мен бұл жерде 6 пиццаға арналған соусты дайындап жатырмын, сондықтан осылай қайнатып алдым. Себебі бұл соустың артылып қалған бөлігін холодильникке сақтап қоятын боламын. Бұл бізде тұра береді. 1-1,5 аптаға дейін ешқандай бұзылмайды, егерде бір қайнатып алсаңыздар. Келесі видео сабақта мен сіздерге осы пиццаның оригинал қамырының рецептісін көрсетемін, және де одан кейінгі видео сабақта пиццаның 3 түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Сондықтан каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, қоңырауша белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Және де жақын таныстарыңызға, достарыңызға, WhatsApp чаттарға видеоның астындағы поделиться батырмасын басып бөлісе жүрулеріңізді сұраймын.